суды. И осыдан 4 ай бұрын ол кісі больницаға барса, қасында бір келіншек жатыр дейді, амен баны ше. Сосын мен айтады дейді, маған айтып жатыр дейді да, мына продукция амен б. Мен осы алдыңғы айда келіп едім ғой, менің өкпеме су жиналмапты, оказывается. Міне мен осыны ішіп жатқаннан сен де ішіп көрсе деп. Ана бүйтіп қарайды. Мынау менің абысынымдікі ғой. Маған звондайды, спирулина суретке түсіріп жібереді. Мынау сенікі? Менікі? Айттым ғой саған. Келші, қашан айттың дейді ғой. Астағфиралла. Адам деген есту керек қой, иә. Содан ол кісіге Қазақстан неге келді, Қарағандыдан Балқашқа келді. Келгеннен кейін мен витамин А мен Б-ның 4 курсын бердім. Спирулинаны бердім. Айналайын, уақытымен ішші. Маған абысың керек. Уақытымен ішші деп бердім. Кәдімгідей прикол ұстап бердім да. Одан кейін буквально міне 3 күн болды, жылап голосовой сообщение жіберген ғой. Боташка, представляешь, менде өкпемде су жоқ.